Йо, сәлем! Сіздермен тағы да Бақа Ньюс. Мен бүгін біреудің көтіне кіріп, біреуге жағымпаздан отырмайым. Жаңалықтарды қорықпай, как ес айтам. Сондықтан Токиодағы қазақ боксшылар сияқты дымсыз қайтпай, хотя бы лайк, подписка қалдырып кетіңдер, Ендеше ютубтағы рекламалар сияқты зайбалдан шығармай тезірек бастайым. Кеттік! Алматыға Гусейн Гасанов келіп, оның көтіне бәрі кірген. Ой, көтіне кір деппін ғой. Оны бір топ блогерлар күтіп алып, полицейлік машинамен сопровождать еткен. Дұрыс қой, блядь, көтіне кірген ғой. Ебать, қазақтар датаво олай қонақжай болмай қойындарш. Гусейннен басқа достойны қанша адам келіп отыр Алматыға. Біреуінде олай күтіп алмадыңдар ғой, как она есть. Подписчикпен сыйласатын заманға жеттік па не? Гусейнмен гусь болмаңдар, давай. Токио Олимпиадасында Қытайдан шыққан ағасы мен қарындасы бір күнде 2 алтын жеңіп алды. Не біле? Мыналар бір күнде 2 алтын алып жатса, біз бір апта бойы бүкіл Қазақстан болып 3 қол алдық қой. Алматыда күндізгі уақытта адам көп жиналатын демалыс орындарының бірінде жас қыз барлық киімін шешіп күнге қыздырынған. Бірнеше уақыттан соң оны полицейлер алып кетті дейді. Енді оны участокқа алып кетті ма, үйіне алып кетті ма, хуйы. Главное, алып кетті. Қарағанды тұрғындары жиын өткізбек болған ЛГБТ мүшелерін ғимараттан қуып шықты. Адамдар қотағым жеген ойыншықтарын өртей бермей, хотя бы осылай іспен көрсетсеңдерш, ойыншықтардың не жазығы бар? Попи ит, Simple Dimple болса маған беріңдерш, нервімді бір шашып жіберейін. Соңғы жарты жылда жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі біршама төмендеді. Да ну нахуй, қой, ондай мүмкін емес. Біздің жастардың көбісі үйде жатыр ғой. Но, сука, жұмыс істемесе де бәрінде ақшалары бар. Осы жұмыс істемей ақшаның бәрін қайдан табасыңдар, блядь? Зи, Ерке Исмаханға әлі ұсыныс жасамапты. Ерке уайымдама, жасайды ғой. Просто дайындалып жатқан шығар. Байт, қазір приложение жасау пиздец қиын ғой. Қатты таңғалдыру керек, блядь. Сен главный я деп жауап бер, яма? Жоқ. Шу тұрғыннан жарты тоннадан астам есірткі табылды. Бля, жарты тонны шу үшін аз емес па? Тағы зеңдір, ебать, жібі 1-2 тонны тауға болады әлі. Давай. Рио-де-Жанейрода карантиннің аяқталуын 4 күндік мерейтоймен атап өтпекші. Ал біз қоңыр қызыл аймаққа кіріп жатырмыз. По идее хуйня. Бізде де ертең барлығымыз вакцина аламыз. Сосын 40 күн тойлаймыз нахуй. Сосын қайтып 40 күнде карантинда жатамыз. Жоқ, бля, коронадан емес, отходняктан нахуй. Қазақстанда пандемия кезінде бала туу көрсеткіші артты. Дұрыс қой енді, бля, жұмыс жоқ, бәрі жабық, әйелі барлар персуден басқа не істейді енді? Кстати, Айбек, карантинде не істедің, заебал? Үйде ішің пісіп, кино қарап, шыр жаттың ба? Кстати, сенің әйелің жоқ қой. Пошел нахуй, Айбек, енді сене амандаспайын. Сендермен болған любой жаңалықты ашық талқылайтын похуист Бақа, мазафака. Сосын арасында мен жаңалықтарын шын ба, өтірік ба тексеріп қойыңдар, блядь. Может, мен сендер наебать етіп жатқан шығарым. Ладно, давайте. Келесі выпускқа дейін кездескенше. Далбайып ютубта шіріп отыра бермей, үйдегілеріне жазып қал жағдайын сұрақ қой. Чау!